Мұнай бергіштікті көбейтудің үшіншілік әдістеріне көштік. Қабаттың мұнай бергіштігін көтерілудің жылулық әдістеріне жерлес мұнай саласының ғалымдары Ляззат Қиынович Қиыновтың, Алпамыс Оразауханович Айткуловтың еңбектері көптеп арналды. Себебі біздің Маңғыстаудың ірі кен орындарының бірі Қаражанбас осы жылулық әдіспен игерілуде. Жылулық әдістер мұнай тұтқырлығын төмендетуге, қабат кеуектерінде парафиндер тұнбасын ерітуге, ұңғы түбіне 200 градус Цельсий және аса жоғары температура әсерімен қабат кеуектерін жылулық кеңейтуге негізделген. Технологиялық және техникалық жағынан неғұрлым дайындалған қабаттардың мұнай беруін арттырудың басым әдістерінің бірі өнімді қабатқа жылу енгізумен жүретін жылулық әдіс болып табылады. Бұл ретте мұнайдың тұтқырлығы төмендеп, мұнай бергіштік артады. Мұнай қабаттарына әсер етудің жылулық әдістері арасында екі бағыт бөлінеді. Қабаттарға бу және ысытылған суды айдау, өнімді қабатты ішінен жандыру. Жылу әдістерін мұнай тұтқырлығы 50 мегапаскаль секундына артық қабаттарда қолданған жөн. Бу айдау жоғары тұтқырлы мұнай өндіруді арттырудың кеңінен таралған және бүгінгі таңда жалғасын тапқан әдісі. Мұнайды бумен ығыстыру процесі буды қабатқа үздіксіз айдауды көздейді. Бұл қабат арқылы жылжу шамасына қарай тау жынысын және ондағы мұнайды қыздырады және оны өндіруші ұңғымаларға бағыт бойынша ығыстырады. Жылу энергиясының негізгі үлесі қабат жыныстарының температурасын арттыруға жұмсалады. Қабатты және қоршаған ортаны қыздыруға кететін жылу шығынының көлемі қабат қалыңдығы аз болған сайын арта түседі. Бұл үлкен жылу сыйымдылығына ие болғандықтан, кенішке қажетті энергияның елеулі мөлшері еніп, келесі мүмкіндіктерді тудырады. Қабатты қыздырады, салыстырмалы өткізгіштік пен тұтқырлықты төмендетеді, энергия тасымалдаушы агенттердің, судың, газдың қабатты қанықтыруын кеңейтеді. Бұл қабатқа айдау ұңғысы мен өндіру ұңғысы арасында жұмыс жасай отырып, негізгі үш зонаны түзеді. Бұл аймағы ыстық конденсат зонасы, жылу әсерімен қамтылатын қабаттың бастапқы температурасы бар аймақ. Қабат қыздырылған кезде ол шикізатты дистилляциялауға, яғни тұтқырлықтың төмендеуіне және барлық агенттердің кеңеюіне әкеледі. Сондай-ақ фазалық өткізгіштігі, тау жынысының сулануы және ресурстың қозғалуы өзгереді. Қабаттан ысыған буды айдаумен мұнайды шығару механизмі қабаттағы мұнай мен судың температурасымен байланысты қасиеттерінің өзгерулерімен негізделген. Температура көтерілген сайын мұнайдың тұтқырлығы, тығыздығы және фаза аралық қатынасы төмендейді, ал булардың серпімділігі өсіп, қабаттың мұнай беруіне тиімді жағдай жасайды. Мұнай беруді өсіруге көмірсутектілердің парциалды қысым төмендеуі арқылы буға айналу процестері әсер етеді. Парциалды қысымның төмендеуі буға айналу аймағында су буы болуымен байланысты. Айдау ұңғысының бу өндіру ұңғысына жылжыған сайын қаныққан бу конденсацияланады, ал түзілген ыстық су жылу беріліп еріген мұнайды жоғары көтеріп өндіру ұңғысының түбіне жылжытады. Осылайша буды айдау кезінде қабаттың мұнай беруін ұлғайтуға, мұнайдың тұтқырлығын төмендету есебінен қол жеткізіледі. Бұл қабаттың әсермен қамтылуын жақсартуға ықпал етеді, яғни мұнайды кеңейту, оны бумен айдау және еріткішпен экстрагерлеу бұл ығыстыру коэффициентін арттырады. Қабатқа жылудың таралу процесі және қабатқа сулы бу айдау кезінде мұнайды ығыстыру ыстық суды айдауға қарағанда күрделі болып табылады. Қабатқа сулы бумен әсер ету кезінде пайда болатын зоналар температурасы, сұйықтықпен қанығудың таралу және қабаттан мұнайды ығыстыру механизмі бойынша ажыратылады. Осы аймақтардың әрқайсысында болып жатқан процестер өзара әсер етеді. Қабаттың қызуы алдымен қызу жылуын есебінен болады. Бұл ретте айдалатын қыздырылған будың температурасы айдалатын ұңғыманың жанында бірінші аймақта қаныққан бу температурасына дейін, яғни қабаттың қысым кезінде судың қайнау нүктесіне дейін төмендейді. Қабаттың жылуына екінші аймақта бу түзілуінің жасырын жылуы жұмсалады және одан әрі бу конденсацияланады.
Бұл аймақта бу су қоспасы мен қабаттың температурасы шамамен тұрақты және қаныққан будың қысымға тәуелді температурасына тең болады. Бұл кезде бу түзілуінің барлық жасырын жылуы қолданылады. Мұнда мұнай беруді ұлғайтудың негізгі факторы ыстық сумен ығыстырылғаннан кейін пайда болған қалдық мұнайдың жеңіл фракцияларының булануы, дистилляциясы болып табылады. Үшінші аймақта қабат ыстық судың конденсаттың жылу есебінен оның температурасы қабаттың бастапқы температурасына төмендегенде дейін қызады. Төртінші аймақта қабаттың температурасы бастапқы температураға дейін төмендейді. Сулы бұл ыстық сумен салыстырғанда жылуды 4 есеге көп ұстайды, ал оның қабатқа жылу бергіштігі 7 есе көп және бірдей жағдайда ыстық суға қарағанда сулы бу 25-40 есе көп көлемді алып мұнайдың ең жоғары көлемін ығыстырады. Осылайша, сулы бу ыстық суға қарағанда өте жоғары тиімділік көрсетеді. Ыстық су айдау кезінде қабатта температура төмендейтін және бастапқы қабаттық температурада қалған жылу әсерімен қамталмаған аймақтар түзіледі. Мұнайды бумен ығыстыру кезіндегі мұнай бергіштіктің өсуіне факторлар әсерілдің үлесі мына сызықтармен сипатталады. Бу жылумен әсер ету тиімділігіне қол жеткізу үшін мына талаптар орындалу керек. Бұл берілген көрсеткіштердің шамалары басқа мәндерде болса, булы сумен әсер ету тиімділік көрсетпейді. Мұнай тұтқырлығы температура өсуімен тез төмендейді, әсіресе 20-80 градус Цельсия аралығында. Мұнай дебиті оның тұтқырлығына кері пропорционалды болғандықтан, ұңғымалардың өнімділігі 10-30 есе және одан да көп артуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет, келесі дәріске өтеміз.